Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен грек жаңғағы қосылған шығыс тәттісін дайындаймыз. Сіздермен өте оңай әрі қарапайым жасалу жолымен бөлісетін боламын. Тегін мастер-класс видео сабағын соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Дәл осы пирогты тапсырысқа да жасап, табыс таба аласыздар. Ең алдымен сары майымызды саламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет, және оның үстіне бір жұмыртқа, қантымызды қосып, жақсылап шаңышқымен араластырып аламыз. Майдың бөлме температурасында болғаны өте маңызды, сонда біздің жұмыс жасауымызға да, қамырды келуге де өте ыңғайлы болады. Енді жақсылап майы, қанты барлығы ергенге дейін біркелкі етіп араластырып тұрамыз. Одан соң үстіне қопсытқыш саламыз, яғни разрыхлительді қосамыз. Осылай арнайы таразының көмегімен өлшеп салатын болсаңыздар, сіздерде міндетті түрде дәл менікіндей пирог дайын болады. Сол себепті таразының көмегімен өлшеп салғандарыңыз дұрыс. Одан соң үстіне ұнымызды саламыз. Ұнды да дәл өлшеп салғандарыңыз дұрыс. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан 50 грамм ұнды артық немесе кем алып қойғандарыңыз дұрыс. Егер де қолға тым қатты жабысып жатса, сәл ұнды қосып жіберсеңіздер болады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз да, қолға жабыспайтын өте нәзік жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Қамырды шамамен жарты сағатқа немесе 15 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Сыртын пищевая пленка немесе салфанға орап, одан соң барып формаға орналастыратын боламыз. Неге көргендеріңіздей дәл осындай жұмсақ қамыр болуы қажет, қолға жабыспайды. Келесі енді біздің қамырымыз тоңазытқышқа салған уақытта салмасын дайындаймыз. Салмасына менде курага, сары өрік, яғни одан соң мейіз, грек жаңғағын қосамыз. Менде форманың диаметрі 26 сантиметр, дәл осы құраммен 24-26 сантиметрлік формаға жасай берсеңіздер болады. Енді кезекпен барлығын орналастырып шығамыз. Қара мейіз және сары өрік, үстіне грек жаңғағымызды міндетті түрде осылай қолмен ғана бөліп саламыз. Тым қатты езбеу қажет, блендерден мүлдем езіп керек емес, себебі блендерге салғаннан кейін ол тым қатты майда болып кетеді де бізде пирогымыз дәмі шықпай қалатын болады. Сол себепті осылай қолымызбен үзіп қана салып аламыз. Енді барлығын орналастырып болғаннан кейін үстіне сапалы сгущенканы қосамыз. Сапасыз сгущенканы қосатын болсаңыздар, бізде пирог дұрыс шықпай қалатын болады. Сол себепті три желания сгущенкасының осы түрін пайдалансаңыздар болады, немесе деп деген сгущенканы алып, осылай үстінен қиып шығамыз. Барлығын қиып шыққаннан кейін үстінен қасықпен жайып, яғни біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Барлығын жақсылап орналастырып болғаннан кейін шетіндегі бортиккеларын қолымыздың көмегімен басып жібереміз. Сонда піскен кезде шеткі жақтары әдемі болып пісіп шығады. Енді осы пирогымызды 180 градусқа шетіндегі бортикке қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Беткі жағы тым қатты күйіп кетпеуі қажет. Тек қана шетін қызартып аламыз да, суығаннан кейін барып формадан шешіп аламыз. Суымай жатып формадан шешуге болмайды. Шамамен 1-2 сағат суыға уақыт кетеді, содан кейін барып ала берсеңіздер болады формадан. Дәл осы рецепт бойынша тапсырысқа да жасай аласыздар. Неге көргендеріңізде арнайы формаға салып қойдым. Көпшіліктің ұнататын пирогы десем де қателеспеймін. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Каналымнан түрлі рецепт түрінде көре аласыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.